алғаннан бергеннен бақытты. Жаңа жыл қарсаңында ағам маған судай жаңа жыл көлік сыйлады. Көшеге шықсам бір бала айналшықтап менің машинамды тамашалап жүр екен. Бұл сіздің көлігіңіз бе? Деп сұраған балаға, иә, менікі, оны маған ағам сыйлады деп мақтанышпен жауап бердім. Көздері жайнап кеткен бала, шіркін, сіздің дей бергенде оның ойын бірден ұққандай болдым. Ол да көлік сыйлайтын ағам болса деп армандап тұрған шығар, әрине. Бірақ бала, шіркін, сіздің ағаңыздың орнында болсам ғой, деп мен күтпеген сөзді айтты. Баланың ниетіне риза болып кеттім де көлігіммен қыдырып қайтуға шақырдым. Сәл жүргеннен кейін бала қуанышты дауыспен, аға, кешіріңіз, менің үйімнің алдында тоқтай аласыз ба? Деді, өтінді. Үйіне әдемі көлікпен келгенін көрсетіп, көршілеріне мақтанғысы келіп тұрған шығар депкен оймен тоқтай қалдым. Бірақ тағы қателесіппін. Үйіне жүгіріп кіріп кеткен бала бір кезде кішкентай мүгедек інісін арқалап шығып, көлікті нұсқап, көрдің бе, бәрі де жаңа саған айтқанымдай. Бұл көлікті мына кісіге ағасы сыйлапты. Мен де күндердің бір күнінде міндетті түрде саған осындай жаңа көлік сыйлаймын. Сосын қалаған жеріңе өзің бара алатын боласың, деді жүзі бал-бұл жанып. Кішкентай баланың інісіне деген сүйіспеншілігіне толқып кеттім. Көлігімнен түсіп, інісін машинаның алдыңғы орындығына отырғыздым. Мәз болып кеткен балақай артқы орындыққа жайғасты. Үшеуміз біразға дейін қыдырдық. Мен сол күні бірдеңені алғаннан да бергенің көбірек бақыт сыйлайтынын түсіндім.